Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек береке болсын. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме 1991 жылдары өзіміз өз болып, көйлегіміз бөз болып, тәуелсіздіктің таңы атып, еліміз егемендік алған кезде Қоңырбай деген азамат 30-да орда бұзар шағы жеке кәсіп ашып, кәсібі өрге домалайды. Дәл сол уақытта әйелі Күлайша екеуінің арасында жалғыз қыз болады. Міне осы қыз кейін бойжеткесін бір жігітке ерге шығып, әлгі жігіт қайнатасына, яғни Қоңырбайға қастандық жасап, түрлі жаман харекеттер жасайды. Міне осы жөнінде бүгінгі әңгімемде әңгімелеп беремін. Қоңырбай өзі технологический институтты бітірген, өте жақсы оқып, өте білімді болған. СССР тарқаған соң өз кәсібін ашып, кәсібі өрге домалайды. Стандарт деген страховой компания ашып, әсіресе үлкен бизнес салаларын страховка жасайды. Мысалы, құйылған бетондар, күйдірілген қыштар, түрлі құрылысқа қатысы бар объектілердің бәрін сақтандырып отырады. Не керек? Күлайша екеуінің арасындағы қыз Назгүл 2011 жылдары бой жетіп, бір Мақсат деген жігітке ғашық болып қалады. Әкесі мен шешесі алақанына салып өсірген қыз өте ерке, не ішем, не кием, не жеймін деп ешқандай қиыншылық көрмеген. Әдесе мәдеп әке шешесі аузына салып үйреткен. Осы жігітті қаладым, осыған тұрмысқа шығамын деп қасарысып отырып алады. Әкесі мен шешесі бірінші құда менен құдағиды көрейік, сосын барып ойласамыз деген сөзіне қызы Назгүл, оның әкесіне тұрмысқа шықпаймын ғой, мен оны қаладым, соған тұрмысқа шығамын деп қоймай, соңында сол Мақсатқа тұрмысқа шығады. Бұл уақыт 2012 жылдар болатын. Не керек? Той жасайтын уақыт болғанда Мақсаттың тек анасы бар, әкесі жоқ болып шығады. Қаланың сыртында алдамалы пәтерде тұрады екен. Мақсаттан кейін екі ұл, екі қыз бар екен. Бәрін білген Назгүлдің әкесі мен шешесі ағайындардан ұят болды деп, тойдың құдалықтың барлық шығындарын өздері шығарып, тойды дүркіретіп өткізеді. Той біткен соң Назгүл алдамалы пәтерде ешқандай мүмкіншілік жоқ, жағдай тіпті жасалмаған деп әкесіне шағымдана бергеннен соң, әкесі өздері тұратын Самал шағын ауданындағы екі қабатты хан сарайындай зәулім үйге келіп тұрыңдар дейді. Алғашқыда күшік күйеу болмаймын деп Мақсатты достары Макс деп атайды, біраз қиғалаңды салады. Бірақ Назгүл бүйтіп Максты көндіріп, әкесінің екі қабатты үйіне бірге тұруға көндіреді. Макс алғашқы күні қайнатасының үйіне келгенде бейне бір ертегіде жүргендей сезінеді. Себебі ауланың сонша үлкендігі, үйдің керемет құрылысы, аулада павлиндер жүр. Міне осының бәрі Максқа қатты әсер береді. Не керек? Назгүлдің әке шешесімен бірге тұрып, күнделікті бірге ас ауқатын ішіп, олардың немен айналысып, не істейтінін бәрін біліп алады. Күндердің бір күні Қоңырбай Макспенен жеке отырып сөйлесіп, дәл сол кезде Land Cruiser 200-лік джип көліктері елге келіп жатқан еді. Сен қарап жүрмей, осындай көлік ізде, мен ақшасын беремін, бізге сондай көлік қажет болып тұр. Қарайды деген Макс базарларға шығып, сатылады деген 200-лік Land Cruiser көліктерін көп шығады. Не керек? Атасы ұсынған ақшадан төмен қылып, Дубайда құрастырылған джипті тауып, бағасына келісіп, атасына жылтырап тұрған әдемі суретін көрсетіп, атасынан ақшаны алып, барып көлікті сатып алады. Көлікті айдап, өздері тұратын үйге айдап келеді. Алтыратып жуып, әбден полировкасын жасатып, күнге жалт-жалт етіп шағылысып тұрған джипті атасына көрсетеді. Атасы джипке мініп, ара бері көріп, бұл джиптің Дубайда құрастырылғанын біліп қояды. Себебі Дубайдан шыққан джиптің моторының көлемі кіші, ішіндегі набороттары да аздау болады. Соның бәрін байқап, өз күйеу баласы өзін алдағанын түсінеді. Бірақ әйеліне, қызына тіс жармайды. Бірақ күйеу баласына деген көзқарасы дұрыс болмай қалады. Осылай күндер сырғып өте береді. Қоңырбай әйелі Күлайшаға Шымкент қаласындағы Самал, Қырғы базар, базарлардан мықты точкілер әперіп қойған. Әйелі соның бәрін алға беріп, ақшасын жинап алып тұрады. Және қаланың қақ ортасынан сұлулық салонын ашып берген. Азанда әйелі шай ішіп болғаннан соң өз жұмысына кетеді. Әйеліне де RAV4 деген кроссовер джип әперіп қойған. Ақша жан-жақтан төгіліп
kelip жатыр, eştenkege muhtaç emes. Qongurbay oslay ömürün süre beredi. Birak kүйөө balasının öz hareketi boğan unamaydı. Күндердің bir күні таңғы асты ішіп отырып, Макске сен жұмыс істе, бір қимыл жасап, әрекеттеніп, амал жасамайсың ба дейді. Макс не істеуім керек сонда дейді. Қоңырбай сол кезде осы тіршіліктің бәрін нөлден бастағанын айтады. Бұл әңгіме Максқа ұнамай қалады. Не мені бұл жерде артық санап жүрсеңіз, мен кеттім деп ашуланып тұрып кетіп қалады. 2-3 күн Макс келмей қояды. Назгүл әкесінің миын ашытып, "Еңіз бар, мен оны жанымдай жақсы көремін. Оған қарап сөйлемеңіз, онда мен де кетемін" деп қызы да бұлданады. Қоңырбай қызына тоқтау айтпақ болып, ол да жұмыс істесін де азаннан кешке дейін салаңдап босқа жүреді. Дәл осы кезде қызы да тура Макстың сөзін қайталап, "Онда мен де кетемін" деп үйінен жолынып шығып кетеді. Әкесі жалмажан артынан барып, "Айналайын жарығым, осы дүниенің бәрі сеніңкі, біз бұны ана дүниеге арқалап кетпейміз. Күйеу бала жұмыс істеп, адам сияқты, ертең біз бұл өмірден өткенде саған жаныңа желеу болсын дейміз ғой" деп әйтеуірі әзер дегенде қызын тоқтатады. Ал Макс болса қайнатасына ерегісіп, түсте үйіне келген қайнатасын аңдып тұрып, життің 4 дөңгелегінде болттарын балонды ұстап тұратын босатып тастайды. Ештеңкеден секем алмаған Қоңырбай жипті оталдырып айдап келе жатқан кезінде алдынан бір көлденең көлік шығып қалады. Рөлді оңға қарай қатты бұрып жібергенде көліктің алдыңғы балоны ұшып кетіп, жип қиқылдап-шиқылдап әлгі келе жатқан көлікті қағып кете жаздап, әудем жерге барғанда артыңғы дөңгелегі шығып кетіп, бір жағына қарай қисайып, әзер дегенде тоқтайды. Қоңырбайдың жәні қалмай көліктен түсе сала, көлікті айналып көрсе, 2 доңғалаға шығып кеткен, бір жағындағы 2 дөңгелегі шығайын деп тұр. Дереу жаны қалмай достарына хабарласып, жипті көтеретін манипулятор деген болады, алып келіңдер дейді. Бір жарты сағатта манипулятор келіп, жипті көтеріп, тікесінен тік қойғанда, оң жақ бетінің пароктарының бәрі сырылып, алдыңғы бампері оң жағы сынып кетіпті. Дереу тұрған дөңгелектерді қозғап көрсе, олар да былқ-сылқ етіп шығайын деп тұр екен. Бұл кімнің қолынан келген іс болды екен деп, көлігінің бәрін реттеп, 4 дөңгелегін қатыртып, үйіне келеді. Үйіне келе салып, бақылау камерасын ашып қараса, өзінің күйеу баласы Макс жанында 2 жігіт бар, үшеуі балонды босатып жатқаны бақылау камерасынан шығады. Қоңырбай біраз ойланып тұрып, әйеліне де қызына да айтпай, мен бұны сабасына түсірейін деп, өзінің жақсы сыйласатын прокуратурадағы досына айтып, әлгі күйеу баласыменен жанындағы жігіттерді құрықтатып, біраз қысым жасатады. Бірақ соттатпаймын, біраз тәубесіне келтіргеннен соң беріңдер деп алдын ала келісіп алады. Заңның аты заң. Бұларды, яғни Қоңырбайдың күйеу баласын жанындағы жігіттермен полиция құрықтап, ұстап алып келеді. Прокурор әбден сығыңдар деп үстіден бұйрық береді. Бір күн әлгі үшеуін тоқпақтап, ұрып, сындырып, жібереді. Бұл нәрсенің қайнатасынан келгені айдан анық нәрсе ғой. Макс Назгүлді телефонына звондап шақырып алып, "Сенің әкең мені қаматып қойды" деп әбден миын аштады. Назгүл әкесіне звондап, "Бұның өзіне әке" деп әкесіне қапа-кершілігін айтады. Бірақ Қоңырбай жиптің доңғалағын босатып, өзінің сәл болмағанда үлкен қақтығысқа ұшырап, өліп кете залдағанын айтқанда, Назгүл еш сенбейді. Сенбесең, бақылау камерасының жазып алған кезін саған көрсетемін дейді. Не керек кешке үйге келіп, әкесі қызына көрсеткенде, қызы көре тұра, "Ой папа, бұл әшейін ойдан жоқтан шығарған нәрсе ғой" деп еш бой бермейді. Ал Макс болса, Назгүлге звондап, "Не менімен бол, не әкеңмен бол" деп Назгүлді бопсалай бастайды. Назгүл, "Мен енді не істейін" деген кезде, "Сендердің үйлеріңе барып тұрмаймын, пәтер жалдап бөлек тұрамыз" дейді. Назгүлге көнуден басқа амал қалмайды. Қаланың қымбат жерінен пәтер жалдап, Макс пенен Назгүл сонда көшіп барады. Бірде әкесі, бірде шешесі көрсетпей, бір-бірінен жасырып ақша беріп тұрады. Ендігі жерде Макс бопсалауын одан сайын күшейтеді. Пәтердің ақысынан бөлек ішкен жегендері бар, арзалған жерлері бар, бәрін бопсалап Назгүлдің әкесі мен шешесінен алдырып тұрады. Оны сезген Қоңырбай енді не істесем екен деп әбден басы қатады. Bir күні bir үлкен мейрамханаға келіп тамақтанып отырса, жанына ұзын бойлы, дене бітімі нығым бір жігіт келіп, отыруға болады ма деп сұрайды. Қоңырбай, "Отыр, бос тұр ғой" дейді. Не керек, солға жайғасып, ас ауқаттарын ішіп отырып, бір-біріменен танысып, әңгімелері жарасып кетеді. Әңгіменің ортасында әлгі жігіт, шын аты Нұрлыбай, жұрттар Нурик дейді екен, өзін солай деп
tanıştırады. Ne керек? Söz soңында Қоңырбай өзінің күйеу баласын өздерін боп салып, әбден мазаларын алғанын айтады. Нұрлыбек, яғни Нурик, без проблема, мәселені шешіп тастаймыз дейді. Қоңырбай өз күйеу баласына әбден күйеулі қалған. Ендігі жерде өз күйеу баласын көшенің балдарына әбден сындыртпақ болып уәделеседі. Әлгі Нурик сол уақытта телефондардың атасының шығып жатқан кезі Қоңырбайдың күйеу баласының суретін телефонына өткізіп алады. Үлкен суммаға келісіп, күйеу баласын әбден сындыратын болып, сындырып жатқанда видеоға түсіріп алып келетінін айтады. Осылай Нурик жанына жігіттер ертіп, Макстың соңына түседі. Максты аңдып жүріп, 11-ші микрорайонда орналасқан Прага 9 деген кафеден ұстап алады. Бұларға қарсылық көрсеткен Нурик пен жандағы жігітті тура кафенің ішінде асаменен атып, ұйықтатып жібереді. Сол күйде қаланың сыртына шығарып, Макс пенен жанындағы досын тепкілеп ұрып, видеоға түсіріп, әбден талдырған соң, сол жерге тастап, Қоңырбайдың телефонына қоңырау соғып, кездесуге шақырады. Кездесуге келген Қоңырбайға видеоны көрсетіп, қалған ақшамызды бер дейді. Видеодан өзінің күйеу баласын танып, болды деп, Қоңырбай қалған ақшасын береді. Қоңырбай үйіне келгенше телефонына қызы қоңырау соғады. Максты атып, балдар жабылып ұрып кетіпті деп, әкесіне ағыл тегіл болып жылайды. Әкесі не айтарын білмей, өз қолынан жасатқан. Қызым, ол жаман адам, оны қайтесің, үйге қайтсаңшы, басқа дұрыс жігіт жолығар деген кезде Назгүл еңкілдеп жылап, мен өлсем сонымен бірге өлемін дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, күні бүгінге дейін ара тартыс, бері тартыс, Қоңырбай қартаң тартты, бірақ күйеу баласына еш іші жылымайды. Күйеу баласы да менің мынауым дұрыс емес ау деп, өз қате істерін мойындаған емес. Назгүл екеуінің арасында екі сәбилері бар. Әлі күнге дейін пәтер жалдап, пәтерде тұрып жатқан жайлары бар. Күлайша, ей, отағасы, бұлайша қанша өмір сүреміз, бір дұрыс жағына шешім қабылдайық деп, әлі күнге дейін Қоңырбайды идере алатын түрі жоқ. Міне қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралы деуші қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш, қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып, қарыштай берсін. Сіздерменен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.